Жеңше, сізге бір айтатын болып тұр. Туған інім таптым ғой мен. Қандай туған інім таптың? Туған інім болғанда, туған нағашыларым бар емес, туған нағашыларым, туған бөлелер бар. Туған бөлелерінің туған жиені бар, соның құда баласы бар да, туған. Сол туған құда баласының туған інісі бар, сол мен інім болып шықты ғой, туған. Ойбай, жаман кәдімгідей жақын бір туған екен. Қарасаңшы, бәрі туған болып тұр. Сол бір өтініш болып тұр. Бір айға біздің үйге тұра тұрсыншы. Азында кетеді, кешке келеді жұмыстан. Пожалуйста, жеңше. Сен де бір. Жеңше, ана іште тұр, мен ыңғайсыз қылмаңызшы, қондырам деп айтып қойдым мен. Қане? Анау тұр, жақтырмай қарамасаңызшы, күлсеңізші кішкене. Сіздің сіңілдеріңіз келсе күле береміз ғой бізде. Бопты, тұра берсінші бар. Рахмет, жеңше. Алмастыр ма? Сіздер ғой осы машина ғой. Мына былай болып тұр, інім, қара. Мына карбюратордан май қатып, мына воздушный не еді? Фильтр. Фильтрдан монокрист атым еді. Монофрит. Монофрит. Ей, мына цилиндр жоқ қой. Поршындар қайда кеткен? Мен алған жоқ қой, маған не қатысы бар, неменеге айтып Тұра тұрыңызшы, жеңше, бергенші. Мені чимо деп ойлап қойды, араласпасаңшы, өзім шешем ғой, еркекші. Болды, араласпаймын, я. Ей! Источниктер өшетін болған ба не, жеңше? Бауырым, қаяқтағы источник. Гараж соғады деп шақырды ғой маған. Гараж заказ деп. Айттым мен сізге, араласпаңыз деп өзім шақырам дедім. Бопты, онда гараж соғуға келсең, гараж соғасасын, сисасын. Машина ше? Машина тұрып өзі жүріп кетеді. Не бопты? Өткенде де 6 ай тұрып жүріп кеткен жоқ қой. Бетші інім гараждың төбесінше бет. Ой, жеңше, араласпасаңызшы, өзім шешем дедім ғой. Не деді жеңшем жақ? Шүпір шып сал деді ғой. Домалақ қып салшы. Үйдің бәрі таптазап жинап нетіп қойдым. Бүгін миды ашытпай бір адам құсап тұр ғой. Мына кісілерде бір. Алло? Ау, абысын қалайсыздар? Я, жақсы. Балындыр, өңгір, тымыр. Алло, ұңғыр. Не істедің, жеңше? Ой, ана абысын ғой, ауылдан кепті. Өздері қыдырамыз деймін, бала шағасын бәрін біздің үйге әкеп тастамақшы. Отырайын енді 7-8 баламен кешке дейін жынды болып. Бір демалыста адам ұстап демалмай ма? Енді оған ана қызық деген не қатса? Енді сет істемейтін жерде жүр деп ойласын да, болды ғой. Өлі, маған звондап тұрасың? Кім? Жеңше ғой? Не деп айтам мен, не деп айтам? Алсай, ал. Бұл несінде? Вообще сет істемейтін жерде жүр екен деп ойласын. Жеңше қақай келдіңіз мен? Ертең карантин бітеді. Шо, ән айтасың, тойға шығасың. Ой, жеңше, мен елді алдай алмаймын, дауысым жоқ қой, қайтып айтам мен. Ертең ақша тапқаннан кейін бетін қалыңдап кетеді. Оның үстіне бар ғой, дауысы жоқты бар қылатын, жетпеген жерін жеткізетін жігіт бар менде. Болды. О, Қуаныш қалай? Жағдай қалай, жақсы ма? Енді өзің білесің енді. Қайрат Нұртастың мамасы, продюсер Төреғалидікі папасы, Ернардікі ағасы дейді. Мен мына қайнымның продюсері жеңгесі. Қандай әндер хит болып отыр? Қазір рулар жайында жақсы кетіп отыр. Соны жазайық. Бауырым, сенің руың қандай? Сарыйсын. Болды, Мен ойықпын інім. Болды. Сарыйсын ойыққа пана болған. Саңғылдарды қосшы, нағашыларым. Саңғылдар аңқылдап жарқылдаған. Одан кейін нені қосшы? Менің подружкаларым. Бите салайық та, 300-дің басын қосып, бір ән шығара салайық та. 300 ай, ай, 300 ай. Кеттік бақа дайынсың ба? Кеттік. Вайн дейді ғой, солар сақ түсіреді. Не бопты? Вайн деген бізден қалды ғой, баяда түсіреді. Кеттік. Бастадық, О, қалайсың, құрдас? Жақсымын, өзің қалайсың? Деп. Болмады? Айбай, әпше, шайып атсыз вообще. Ірі батырып қой бияқта. Азынан бері қанша вайн түсірдік, болмай жатыр ғой. Ана екеуін звондыш. Қазір сонда кір. Екеуі қайда жүр? Көбік барып тұр ғой. Бір жақын жерден шығып отыр екеуі. Иә. Жеңше? Не болды? Ана қыз кім, бойызын? Анау ма? Түркиядан келген журналист қой. Қазақтың андай мықты азаматтары туралы ақпарат жинап кино түсіруге келіпті. Бірақ сен оған болмайсың. Неменеге болмай, мен істей аламын ғой бәрін. Үйде істе десе дым істемейсің ғой, жалқаусың ғой. Ой, ол кезде жеңше журналист жоқ қой. Қазір істеймін ғой. Жеңше, мен істей берем болды. Тоқта! Güzel. Sen Hürrem. Men Süleyman Sultan. Teşekkür ederim. Güzel.
Güzel. Әлеке мен. Мен емес, жеңшем айтқан жеңшем. О, Сырым Батыр дейді. Немене көше кезіп лағып жүрсің? Сырымжан карантинде не қып жүрсің? Қазір жақын кетіп отырсыз, шаруамен жүрмізден шалдық бағасын. Не істейміз енді басқа кегесін? Көшеге шықсаң ауырып қаласың. Үйден шықпасаң аш өлесің. Әй, жүрміз ғой үйден шықпай аш қалмайды. Не мынау бетіңдегі маскаң қайда? Маска бар, просто тағылмайды. Мұндай маска маған табылмайды. Менің дәу ауыз мұрнымды мынандай маска жабылмайды. Құрып кете, киіп алана маскаңды. Аузың дәу дейді ғой. Сен вирустарыңда дәу шығар, шашпай. Киена маскаңды. Ұйқас бітіп қалды ма? Не болып кетті? Ұйқас бітіп қалды ма? Бір күні өзің бітіп қаласың, ұйқас емес. Ки дей маскаңды. Шай жоқ па ақындарға? Қайдағы шай? Басын өртіп маскаңды ки. Кисей маскаңды. Біздің көршілердің бәрі бай шетінен жеңше. Айтпаш. Таң қаламар ғой, осылар қалай байиды екен? Ана көршінің көремді бар ғой, қызығам. 2 машинасы бар ана әйелдің, күнде ауыстырып айтады. Қойш. Иә? Ой, жеңше ол опаңай. Бай үшін бар ба, біреуде ісіңіз болмау керек, ешкімді жамандамауыңыз керек. Мысалы, менімен де ұрыспауыңыз керексіз. Мен не айтам, соны істеп жүре беруіңіз керек. Ағам не айтады, соны істеп жүруіңіз керек. Болды, сол кезде сіз, біз осы жеңшем жақсы адам осы. Не тілесе де Құдай тілеуін берсінші дейміз. Болды, бірден байып кетесіз ғой. Солақ па? Солақ қой болды. Сондай сендердің айтқандарыңыз істесем, мен жолым ашылып байып кетем ба? Конечно, жеңше. Болды ғой, мен істеймін ғой, кеттім мен істей берейін. Болды. Үкісіне үйсті алда жүрмесен кетіп бара жатыр. Действительно, мына көршілердің бәрі қалай байып жатыр, еші мені? Али, ана кешке дейін бар ғой. Сіз үйде бір уборка алып тастайықшы, жүрші. Қойыңызшы жеңше, отыра беріңізші. Кешке ауыз ашқаннан кейін істейміз. Ой, ауыз ашқаннан кейін маужырат дым істегің келмей қалады ғой. Ең болмаса балкондағы заттарды астына түсіріп қойыңызшы, жүр. Қойыңызшы жеңше, спокойно отыра алмайсыз ба? Кешке ауыз ашып оның өзім-ақ істей салам, қойыңызшы. Ой, сенде бопты онда. Кімнің алда маржан телефон берші, мен звондап кешкені ауыз ашарға кеш деп айтайын деген. Мынау жабысып қалдыңыз жеңше. Кешке ауыз ашып оның жіберем бәрін. Ай, телефон жіберші деп тұр ғой, не қатысы бар ауыз ашқанға? Шаршап тұрмын жеңше. Қойыңызшы жеңше, 5000 теңге беріңізші маған. Кешке ауыз ашқаннан кейін берем. Ой, мен 5000 теңге берген, не ауыз ашқанға қатысы бар? Бұл зайыпке мынаны көресіз ба? Біз. Осыны. Жоқ, бұл онша емес. Мынаны біреудің аған жоқ па не? Сізге бағанадан бері әкеп жатыр. Төліп бергеш. Аха. Ана сара бар ғой. Тоқтамысы ба ма? Аха. Сол өткенде сендерден бір аяқ киім алып тұршы жүрді. Алды бір аяқ киім. Соны берші. Ешкімге айтпашы бірақ, жарай ма? Ешкім білмесін. Сол аяқ киім ғой? Соны алып кеш. Осы аяқ киім ба? Осы ма? Сараны алған? Осы, дәл осыны киіп жүр ғой сара әпкеміз. Енді ешкімге айтпа, жарай ма? Екеуміздің вкусымыз бір екен деп ойласын. Бағанадан бері айтпайсың, мынаның бәрін Бұттан бәрі жинесеші, керек жоқ. Сары алды ғой, точно? Точно, осы цветі ма? осыны киіп, дәл осы.